Жаназа Тәңір дінінің мәйегі өзгермейді. Жаназа жайлы дәлелдің негізгі мақсаты қазақ ұлтының дүниетанымына деген көзқарастың кедейленіп кеткендігі, жағдайдың оңынан тумай өлімнің сәтін қастерлей білуге тиесілі ұлық дәстүрлерімізді қалай болса солай көрінген діннің шылауына беріп атқарта салу келеңсіздігі жайлы болып отыр. Әр ұлттың адам мәйітін жерлеуге негізделген рәсімдері бар. Құдіретке толы бұл сәтті осы елге келген ешбір саясат, ешбір дін бұза алмайды. Кешегі дәурені жүріп, қанды қолмен өңменімізді құрсақтап, саясатты өзгертіп, Ленинді жырлатып, партияны мойындатып, халықты күңірентіп, дін біткенді жауып тастаған Совет те осы жерлеу сәтіндегі ұстандарды бұза алмаған. Совет үкіметі дінді жапқанмен, қазақтың өлім сәтінде жасайтын рәсіміне қарсы шығып, ақтыққа орама, мейрам суын берме, жоқтау айтпа, мәйітті жерлеме, қорған тұрғызба, жетісін берме, қырқын атама, асын атқарма дей алған жоқ. Барлық іс өз ретімен жөнелтіліп, қазақ жерлеу ұстандарын атқарып жатты. Демек, өлім сәтінде жүргізілетін рәсім бұзуға келмейтін, әр ұлттың діни дүниетанымдық ұстанына байланысты өзіндік атқару реті бар. Кез келген адам атқара бермейтінін атқара қалса, мойнына артатын жауапкершілік бар, құдіретті заңдылық. Қазақ Тәңір дініне тиесілі заңдылықтарды қалт жібермей орындаған. Бүгінде исламның қарсылығына қарамастан тәңірлік рәсімдерді толығымен орындауда. Тәңір дінінің өкілі құдіретті сәтте ислам айтатын келеңсіздіктерге тойтарыс беріп отыруы тиіс. Қазаққа тиесілі ақиқат өлмес үшін тойтарыс беруі тиіс. Тәңірлік Құдай адалдап жерленген қасиетті бабаларымыздың аруағы мен бас сүйегін сыйламай, мүрдесі жатқан жерге немқұрайлықпен қарап, білместікпен жөнсіз іс жасап жүрген ұрпағын кешіріп, мерейіммен шапағаттасын. Өмін. Тоқтар Бейсенбинов ақиқат кітабы 282 бет.